Соп-суық холодильниктен алдым. Күшті қыдырлайды деп ойлаймын. Сосын менің байқағаным бойынша мен астыңғы тістерім сөйлеген кезде астыңғы тістерім көрінеді да үстіңгісі көрінбейді. Ол деген неправильный прикустан болады ма? Или это нормально? Как будто бұрында ондай болмаған сияқты. Менде өздеріңіз байқағандай кішкене көзімде деформация бар. За счет этого я кішкене ұялам тура қарауға камераға. Бірақ кейде нормально болып тұрады, кейде қатты шетке қаратай қозғалып кетеді. Бұрында тиктокқа салған кезде мына жерге жаңа помада жағып атқан кезде сол ерніме тісіме жағылып қалды. Тиктокқа түсіріп видеолар салған кезде мені мазақтайтын, ютубта ешкім мазақтамайды. Рахмет. Бастайық. Мен кажется, мен наушникім сынып қалды, и потому что мен дұрыс естіп тұрған жоқпын өзімді. Бисмилля. Күшті көрініп тұр ма? Мен ақ орамалмен осыға дейін видео салмаған сияқтымын. Қалай, жарасады ма? Фонда просто бірдеңе қосылып тұрсын деп ноутбукқа бір кино қоса салған, білмеймін, естіп атқан жоқпын. Даусын өшіріп тастадым. Бір история айтайын ба? Мен кішкентайымда 4-ші класс оқығанда ма, сондай, білмеймін, мүмкін 5-6, есімде жоқ. Сондай класс оқыған кезде жаздың күні ыстық арбуз жеген ғой, жылып-жылы. Содан отравление болып ауырып қалдым да. Қатты ауырдым, температура болып. Вообще прям тұра алмай ауырып қалдым сол ыстық арбуз жегеннен кейін. И содан кейін мен бір 6 жылдай арбуз жемей қойдым. Енді осы 2 жыл бұрын жеп бастадым. Ақырын осы жыл көп жедім. Алдыңғы жылы аз жедім, бірақ алдыңғы жылы жедім. Одан алдыңғы жылдары вообще жемегем. Даже дәмін көрмедім. Қорқып қалғам ғой. Сағат мүш қалды. Жұмыстан үйге келем дегенде кеше күндіз әлі тағам ғой, содан бері осы енді өшті. Примерно 2 күнге жетті. Маған осы сағат туған күніме сыйлады мама папаларым. Мен ойладым, мен телефоным өшіп қалса бұл
сағат маған звондай алады деп. Бірақ мен телефоным өшкірсе сағаттың пайдасы жоқ екен. Интернет те істемейді, звонок та келмейді, әшейін звондап та алмайсың. Сонымен еще мен новый телефонға түсіріп жатырмын. Сіздерге қалай качествосы? Өзіме туған күніме сыйлық алдым жаңа телефон. Жай әшейін макияж жасадым. Бірақ өзіме ұнап тұр. Мен құдашам бүгін дипломын алды. Соны барып кафеде жұрдық. Диплом қазақшасы бар ма? Қандай болады қазақшасы? Мадақтама деген грамота ғой. Білмеймін. Примерно қанша минутқа видео салу керек? Монетизация. Менің ішім бүгін не в духе. Монетизация қосылу үшін 1000 подписчик жинау керек екен. Маған тіркеліңіздер, я. Еще мен стримға кіріп көргім келеді. Қалай ойлайсыздар? Тез жеп қоя берем. Тез жесем как будто қатты жатын жақсы. Даусы. Инстаграмма тіркеліңіздер. Тиктокым бар еще. Менде монетизация болмаса да YouTube реклама жібере береді ғой. Неғып маған монетизация сразу қосу салмайды. Хотя 100 подписчиктен кейін неге қоспайды?
қасы болғандықтан бетімдегі недостатоктың бәрі көрініп тұр. Бірақ ештеңе етпейді. Адамбыз ғой. Мынау соңғысы. Бізде үйде свет ошқалды аяқ астынан. Түнгі сағат 1:30-да свет ошқалды.